Мына билік көзі соқыр, керең тым. Айтқанына оның енді сенер кім? Жалғыз ойым, анық білем бәрінің алыс емес сазайының берер күн. Мыңқ-мыңқ етіп бірді-бірге қосалмай, айтатыны құрған бос айғай. Міне тағы өзендегі жанжалды, әлі де отыр ебін тауып шеше алмай. Өңшең топас бастық болған кезеңнен жақсылықтың болмайтынын сезем мен. 10 жыл бұрын дәл осылай басталған ей шенділер, өштеспеңдер өземмен. Өйткені олар әкім солдат түгілі мылтықтан да қорықпайды кезеңген. Жеті атадан жүректілік жалғасқан, Маңғыстауда батыр ел бар әу бастан. Оңбайтын анық білем олардың, жан табылса жағасына жармасқан. Сендер түгіл, орыс пенен түркімен, адайлардың айбатынан үркіген. Намысына шаң тигізбес нарерлер, талайларды найза қылып сілкіген. Қанша жерден тырыссам да жақпау қот, жанға батар естіледі ақпар көп. Ей үкімет, құлағың сал, барықпайды, халық сенен жоқ сұрап жатқан жоқ. Сенбесеңдер көздеріңмен көріңдер, көріңдер де дегеніне көніңдер. Шалқығаның жұмысшылар арқасы, сондықтан да сұрағаным беріңдер. Ешкім елге төңкерісті тілемес, өршіп кетсе оңдырмайды бұл егес. Естеріңнен шығып кетсе айтайын, ей үкімет, халық саған құл емес. Төрелерге төрде отырып тоймаған, дұрыс болар тыныштықты ойлаған. Маңғыстаудың тіліменен айтқанда, басқа адайлармен ойнамаң.